Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде яғни жұмсақ әрі әдемі дайындалатын чак-чактың рецептімен бөлісетін болам. Ол үшін бізде еленген ұн және 2 жұмыртқа салып аламыз. Және шай қасықтың басымен оны да саламыз. Және енді осы ұнымызды ақырын сала отырып былғаймыз. Ұнымызға жұмыртқамызбен араластырып билеп жатырмыз. Міне, енді тағы аздап ұн саламыз. Осылай жұмсақ болғанша бұлып тұрамыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздер де үйден жасап көріңіздер. Әсіресе қонақ келгенде дастарханға қойғанға өте әдемі жұмсақ чак-чак. Міне осылай иір қанғанша дұрыстап тұрып бұқтырамыз. 2 жұмыртқадан осындай көлемде нанымыз бұқтырылды. Енді осыны салып қоя тұрамыз. 3 минут тұрса жеткілікті. Сосын суды бастаймыз. Қамырымыз міне осындай жұмсақ әдем болып тұр екен. Енді суды бастаймыз. Жұмсақ әдем болып тұр. Енді сып аламыз. Ысып болғаннан кейін майымызды қосып қоямыз. Қайнағанша біз турапта жүреміз. Міне нанымыз осындай көлемде дайын болды. Енді бастап тілеміз. Қалыңдығы міне осындай болады. Қолға жабыспайды міне. Енді міне өте жуан да қылмаймыз, қалың да қылмаймыз. Осындай көлемде нанымызды кесіп аламыз. Майымызды қосып қойдық. Майымыз қайнайын дегенше біз турап үлгіруіміз керек. Енді осындай көлемде кесіп алғаннан кейін нанымызды ысып жатқанда көп ұн сеппеуге тырысыңыздар. Өйткені пісіріп жатқанда көбінесе көпіріп болып кететіні содан. Сондықтан азғантай ғана ұн себеміз. Басында бір сепсеңіздер, орта жағында тоқалап бір сепсеңіздер жеткілікті. Міне көріп тұрғандарыңыздай нанымыздың барлығын осылай тіліп шығамыз. Жабыспайтын болғандықтан екеуден, үшеуден қосып турасаңыздар да болады. Міне нанымызды да турап болып қалды. Енді майымызға қуырып алатын боламыз. Міне осындай көлемде болды. Енді бұл көбінесе қазір көресіздер, піскенде көбейеді. Осы 2 жұмыртқаның көлемінде жасалған чак-чагымыз. Майымыз да қайнайын деп жатыр екен. Енді саламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай осындай ісініп жатыр. Әдемі болып
тез піседі, уақытты алмайды. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осылай түсіріп алатын боламыз. Жиырма секундтай тұрса жеткілікті майда. Екінші бөлігін саламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай кішкене салса кәдімгідей көтеріліп әдем болып жатыр. Екінші бөлігі де пісті. Сонда осылай майынан бөлектеп аламыз. Тез айналдырып отырып пісіресіздер. Газдың астын басудың қажеті жоқ. Осылай отқа пісіре берсеңіздер болады. Ал егерде ұнды көп қоссаңыздар, ысатын уақытта, онда кәдімгідей бетіне дейін майымыз көпіршік болып көтеріліп кетеді. Сондықтан мен басында қостым және орта жағында аздап қостым, сол жеткілікті болды. Енді сіздер пісіп жатқанда өздеріңіз қарайсыздар. Міне біздің чак-чагымыз дайын. Енді осындай 3 желание сгущенкасын құямыз. Толық құймасаңыздар да болады. Тәттілігіне байланысты енді. Өте тәтті болсын десеңіздер, барлығында құйсаңыздар болады. Қарайсыздар енді өздеріңіз. Мен енді барлығын құймаймын. Енді бұлғап аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, керемет чак-чак шығады. Бұл жұмсақ болу үшін бір ерекшелігі, жаңа нан сотыны шай қасықтың басымен ғана кішкене қостық қой. Сонда жұмсартады. Біріншіден, екіншіден дәміне де ерекше әсер береді. 2 жұмыртқа ұн және нан соды үшеуінен ғана осындай көлемде чак-чагымыз дайын болды. Мьотпен араластырсаңыздар да болады, мейіз қоссаңыздар да болады. Сондықтан өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қарайсыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай үлкен тәлекеге мен толтырып салдым. Мына жерде қарасаңыздар, екінші бөлігі қалды. Бұл енді егерде үлкен тәлекеге жасасаңыздар 2 жерден, шағындау орташа тәлекеге жасасаңыздар 4 жерден жасауға болады. Сондықтан кез келген қонақтарыңызға дәмді шығатын осындай чак-чакты сіздер де жасап көріңіздер. Дәмді тамақтар және пирогтың рецептерімен бөлісетін боламын. Енді міне чак-чагымыздың қалай шыққанын көретін боламыз. Дәмі деген керемет шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер. Жұмсақ әрі дәмді. Қонақтарыңызға ұялмай қойсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Сау болыңыздар.